Сондықтан меніңше Шавкат мен үшін мағыналы жекпе-жек бұл. Менің қазір айтқым кеп тұрғаны, шынын айтсақ, Усман Шавкатпен қазір шығу керек, дұрыс па? Шавкаттың ағылшыншаға тілі де келмейді, трэш-ток жасайтындай, твиттерде оттайтындай. Сосын Шавкат твит қалдырды, Белалға шабуыл жасап, «Ей, неге шықпайсың жекпе-жекке?» деп. Жаңа ғана шыққан төбелескен белбеу ұтқан адамға өз-өзіне қарап алмай ма 1 жыл бойы шықпаған жекпе-жекке? Ал енді, қазір маған келесі кімді қалайтынымды айтшы, белбеу үшін күресуге кім лайық? Шавкат па, немесе Усман ба, кіммен ыңғайлы саған? That you think would be a good matchup for you? I mean, I think right now there's Shavkat. I feel like is the most. Менің ойымша әзір Шавкат десем болады. Оған себеп ол бір мықтыны жеңгеннен емес. Оның соңғы жеңісі 1 жыл бұрын Стивен Томпсон болған. Ал Усман болса аты ең шулы жауынгер дивизиондағы, және мұра үшін онымен шықсам болады. Бірақ оның 3 қатар жеңілісі бар, сол үшін. Тыңда. Оның 3 жеңілісі бар, қатарынан. Бірақ сендер оны пір тұтасыңдар. Құрып кетсін оның мұрасы. Біз ол жайлы солай айтамыз, себебі ол соңғы жекпе-жегіне қысқа уақытта шықты, Хамзатқа қарсы. Ол жекпе-жек тең болды, ал бұған дейін 2 жеңілісі Эдвардстан болды. Мен оны лайық деп айтып тұрғаным жоқ, өзімен салыстырам. Маған 9 жекпе-жек керек болды, сосын үміткер болу үшін шайқастым. Ешкім үміткер болу үшін күреспеген. Бірақ жеңіліс көрмеген Шавкатпен шықсам дұрыс секілді. Бірақ ең гери жеңіліс көрмеген, сосын Джек Делла Мадалена бар. Бірақ оның жарақаты бар деп естідім. Сондықтан меніңше Шавкат мен үшін мағыналы жекпе-жек бұл. Ал егер де сіз келесі бейненің себепкері болғыңыз келсе, переводыдағы номердің орнына картаны басып, осы номерді тіркеп, кез келген қаражатты жіберулеріңізді сұраймын. Алдын ала қазақ бауырларыңызды қолдағандарыңыз үшін мында бір алғыс. Меніңше Шавкат дұрыс деп ойлаймын. Усман қайта белбеу үшін күрескісі келсе, оған Енгериді беру керек. Жеңгені келесі белбеу үшін күреседі, бірақ Енгери бұл жерде өзінің рекордымен тәуекел етеді. Біз негізі өзімнің продюсерімен сөйлескем, құр отырып күткен жауынгерлер жайлы. Олардың ойларынша олар жеңіліп көрмеген, мансабының шында тұр. Саған қимылдау керек не болса да. Қазір продюсерім араласады. Мен араласқым кеп тұр, себеп ол дауыс өшірді. Дауыс бұл жігіт бауырым. Кешірім сұрайым. Менің қазір айтқым кеп тұрғаны, шынын айтсақ, Усман Шавкатпен қазір шығу керек, дұрыс па? Себебі сен жақында ғана төбелестің, Белал. Сен белбеуді жеңдің, бәріне дәлелдедің. Неліктен UFC біз қалаған 1 нөмірлі үміткерлер арасында жекпе-жек ұйымдастырмайды? Мен жанкүйер ретінде бұны талап етемін. Усман мен Шавкат жекпе-жегі әзір-ақ белгіленуі қажет еді. Екеуі де ұзақ уақыт бойы жекпе-жекке шықпаған, және жанкүйер ретінде мен түсінбеймін, неге бұл жекпе-жек әлі де жоқ. Сол кезде ғана біз 1 нөмірлі үміткерді білеміз. Мен де келісемін сенімен. UFC үшін Усман әзірде жеңу қиын болып тұр. Ал Шавкатта Бугимен секілді бір қорқынышты күші бар. 18 жеңіс бәрі мерзімнен бұрын, ал Усманда жоғары IQ бар. Сондықтан UFC қорқып тұр. Жеңіліс көрмеген Шавкатты Усманға берсе, жеңіп қалады дейді. Сол үшін оны бермейді, оған мүмкіндік береді. Ол UFC-ді бір сілкіндірді, сол үшін Шавкатты қорғайды бұлар. Бауырым, мен Бурспен 3 аптада шықтым. Мені үміткер ретінде қарау үшін жай ғана. Ал Шавкат болса 1 жылдан кейін шыққысы келеді. 3 жеңілісі бар, Стивен Томпсонды жеңген соң ғана. Олардың көзінше, көреміз, егер 3 аптаның ішінде жеңетін болсан, мүмкін белбеу үшін күресті береміз. Сен қалайсың ба, қаламайсың ба, білесің бе, менің продюсерім дұрыс айтады. Оны ұнатамын, себебі оның көзқарасы менікіндей керемет. Бірақ мен спортшы ретінде қараймын. 1 нөмірлі үміткер кім? Ол Шавкат па, Усман ба, Енгери ма?
You just won the belt. Продюсерім дұрыс айтады. Сен төбелестің, жеңдің, енді кім екенін білмей отырсың. Do it like it was before. Like Себебі олар баяғыдай жасап жатқан жоқ. Мен баяғыда үнемі білетінмін келесі кім екенін. to just beat the number one. Бұл жігіт жеңіліс көрмеген екінші жігітті жеңеді, одан кейін менімен шығады. Білесің бе? Үнемі білетінмін кім келесі менімен шығатыны жайлы. My next fight because Сондықтан мен мына продюсерімді Майклды ұнатамын, себебі ол үнемі айтады, мына UFC не істеп кетті құрып кетсін, менің белбеу үшін күресім қайда деп сөйтіп жыламсынып тұрады. not giving me my number one contendership fight because what the fuck, man? Иә, Шавкат 16 желтоқсаннан бері төбелеспеген. 16th. 2023 жыл ғой, иә? Yes. Иә. Like how Ол жерде де жеңіліс көрмеген, ал Усман болса 23 жылдың 21 қазанынан бері шықпаған. Біз сонда тоқалдан тудық па, түсінбей тұрмын. get it. I'm sorry. It is Ситибанк ыңғайлы банктардың бірі. Өзіңізге керек кредитный карта немесе банковское дело, кредитование, инструменты, қалаған функцияны таңдап, ішінен өзіңіз қалаған қызметті жасай аласыздар. Өте ыңғайлы, әрі де қарапайым. Кіріп көріңіздер, Ситибанк. Білмеймін, бұл миыма қонбай тұр. I'm not the Мен жауынгер емеспін, бірақ кейбір жарақаттарын жайлы айтпайтын болар. Немесе жолдары мен мәселе бар ма, бірақ бір жыл бойы төбелеспеген екі жігіт бар. Бір жыл бойы не істеді, бір-бірімен шықпай не бітірді, миға қонымсыз. Сосын Шавкат твит қалдырды, Белалға шабуыл жасап, «Ей, неге шықпайсың жекпе-жекке?» деп. Жаңа ғана шыққан төбелескен белбеу ұтқан адамға өз-өзіне қарап алмай ма, бір жыл бойы шықпаған жекпе-жекке? Миыма қонбайды бұл. Иә, бұл өте күлкілі, расымен. Ол маған, ой, бұл олай емес, сен белсенді чемпион болам дедің ғой, дейді. Бауырым, мен кеше ғана белбеуді жеңдім, ал сен мүлде төбелеспедің. Мен айтқандай твиттерде жазып жатқан ол емес, оның бір менеджері ғой деймін. Оның ағылшынша бір сөйлем айтқанын көрсетіңдерші бірінші. Тілі келе ме екен оның? Шавкаттың ағылшыншаға тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай, твиттерде оттайтындай. Okay. Мақұл. Excited to see what Сенің келесі қарсыласың кім болатынын асыға күтемін. Себебі Эдвардсты керемет жеңдің. Үнемі қысым көрсеттің, сен оны таң қалдырдың бір сөзбен. Таң қалдырдың. you never gave him, and you actually outstruck him. You outstruck him, which like I said, Leon Edwards is Маған Эдвардстың көздеуі ұнайды. Ол снайпер. Ол дәл соққыны іздейді. Ал басқа жауынгерлерге қандай геймплан, тактика жасайтын өте қызық болып тұр. Асыға күтеміз. Енді Белал расымен біздің Шавкатпен шықса, сөзінде тұрса өте керемет. Бұл жекпе-жекті асыға күтеміз. Бүкіл Қазақстан халқы күтіп жатыр бұл жекпе-жекті. Енді тек барлығы Дана Уайттың қолында. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Қазақ бауырларыңызды қолдап, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Аман, сау болыңыздар.